Ақтүтек боран бүгін бас қаланың тіршілігін тұтас тұралатып тастады. Мектептер мен колледждерде сабақ доғарылып, жұмыс күні қысқартылды. Қазіргі сәтте қала көшелерінде мыңнан астам техника мен 2000-ға тарта жұмысшы қар тазалауда. Ызғарлы боран түске жақын бір тыншып, түс ауа қайта соқты. Дегенмен ат құлағы көрінбейтін боран біздің журналистердің материал жасауына кедергі келтірмеді. Әріптесім Ербол Мәндібек қаладағы қар баласты көзбен көріп, тұрғындармен тілдесті. Жаяу бұрқасынмен басталған боран түнімен ысқыра соғып, бүгін таңертең кәдімгідей күшіне мінді. Қарапайым халықты, қаланың тіршілігіне жауапты әкімшілікті әбден әбігерге салды. Тіпті кейбір тұста төтенше жағдай жариялау керек деген ұсыныстар да шықты. Арқада күн жылы болса, арқар ауып несі бар деген тәмсілдің айтылуы тегін емес. Жалпы жер қатпай тұрып, желтоқсан жылы қаңтар қаһарлы болады деп болжаған еді синоптиктер. Осы жолы олардың айтқаны дөп келген сыңайлы. Себебі қаңтар басталғалы қақаған аяздың артынан осындай ақ түтек борандар болуда. Дала тұрмақ қаланың қақ ортасында бет қаратпас боран. Жалпы таң сәріден көліктердің қозғалысы қиындап, адамдардың өзі әрең аяқ алып жүр. Түске таман боран бір ауық басылғандай болды. Елорда әкімі Алтай Көлгінов қарамағындағы барлық қызметтің басын қосып, соншалықты алаңдауға негіз жоқ деп мәлімдеді. Бірақ боранға қарсы күресу мүмкін емес екенін айтты. Қазіргі уақытта енді көріп жатсыздар, біздің техника жүргенде 4-5 минуттан кейін артына қайтадан жел соғып, борандатып, ол жол жабылып жатыр. Сондықтан қазір біз барынша жұмыс жасап жатырмыз. Әріптестерімізбен жаңағы Ақмола облысы, сол көршілес аудандармен бірге жұмыс атқарып жатырмыз. Ең бастысы қазір біз уақытта қоғамдық көлікті тұрақтандыру. Таңертең көрдіңіздер, қиындықтар болды. Көшелердегі қалың қар автобустардың жүрісін қиындатты. Келеңсіздіктердің барлығы әлеуметтік желіде, желден де жылдам тарады. Сол жағалаудағы әкімшілік алаңның жөні басқа. Жұмысшылардың, техниканың дені осында жүр. Шетқары аудандарда ахуал басқаша. Әркім өз бетінше әрекет етуге кіріскен. Қариялардың өзі қолына күрегін алып, ауласын тазалап әлек. Көлігі бұзылып жолда қалған жүргізушілер бір-біріне көмек көрсетуде. Ашық аялдамаларда бүрсең қаққан халық қоғамдық көлікті ынтыға күтіп жүргенін байқадық. Қазіргі таңда бүкіл Нұр Сұлтан қаласындағы арнайы техниканы қосқанда 1200-ге жуық техника жұмыс істеп жатыр, 2000-ға жуық адам жұмыс істеп жатыр. Оның ішінде құтқару техникалары 70-ге жуық, және 130-ға жуық құтқарушылар қазір барлық осы біздің қаладан шығатын, қалаға кіретін жолдарда жұмыс істеп жатыр. Қала әкімінің айтуынша, боранға байланысты қар тазалайтын техникада тапшылық бар. Сондықтан қосымша жекеменшік компаниялардың қызметіне жүгіну жоспарланған. Шығыны жан-жақты есептеліп, жақын арада іске кіріспек. Мұндай күні көшеде жүру қауіпті екенін ескертеді төтенше жағдай мамандары. Бағандардан, ағаштардан, электр сымдарынан, құрылыс алаңдарынан алыс жүруге кеңес береді. Ербол Мәндібек, Еркінжан Керімжан, ұлттық арна.